жошы қалай қайтыс болды? Ол біздің халқымыздың тарихи жадында сақталған жаңағы аңыз бойынша құлан аулап жүріп, сол аттан құлап, ақсақ құлан теуіп, сөйтіп қайтыс болған екен деген жаңағы аңыз сақталып қалған. Ал бірақ деректерге сүйенетін болатын болсақ, кейбір деректерде жошы ауырып жатты, аурудан қайтыс болды, және әкесі құрылтайға жинал деген кезде осы ауырып жатқандықтан ол құрылтайға да әкесіне кеңеске келе алмады деген бар. Бірақ кейбір зерттеушілер айтады, жоқ, бұл кезде әкесімен қарым-қатынасы суый бастаған еді. Себебі осы Шығыс Дешті Қыпшақтың керемет даласын көрген кезде әкем неге қатыгез, осындай кең байтақ даланы қалай қанға бояп қырып жояды? Мен қайтадан енді осындай шапқыншылықтың болған, қырғыншылықтың болған қаламайым деген сөздер айтқан екен. Сол сөздер Шыңғыс ханның құлағына жетіп, содан кейін жасырын адамдарын жіберіп, у беріп, жошыны өлтірген екен дегенде осындай әртүрлі пікірлер бар. Бірақ әрине, енді олардың ешқайсы нақты дәлелденбеген. 1227 жылы әкесінің қайтыс болуына бір 6 айға жуық уақыт қалған кезде әкесінен 6 ай бұрын қайтыс болып кетті.